отаршыл елдердің маңызды құпия құжатынан. Тамыры тереңге кеткен қазақ ұлтының бірлік пен ынтымақтастыққа деген көзқарасы ерекше. Жасандылықтан аулақ қазақ ұлты басқа ұлт өкілдерінің мүдделерін бөтенсімей, керісінше олармен біте қайнасып, халық пен билікті біріктіріп, достық сезімге нық қадам басатын қасиетке ие. Оған бірден бір дәлел кеңес үкіметінің жарлығымен қуғынға ұшыраған этникалық топтарды жақын тартуы, қонақжайлылық қазақ дәстүрінің маңызды бөлігі болып табылады. Шеттен келген ұлттардың нәсіліне, жынысына, әлеуметтік тегіне қарамаған ұлттың туысқандық қарым-қатынастары тастай берік екендігін сенімді түрде айта аламыз. Ынтымақтық пен достықты басты рухани моральдық бағдар еткен ұлттың ертең алып держава болуына еш күмәніміз жоқ. Сол себепті ең бірінші қазақ ұлтының өз іштерінен іріткі жіберуге тиіспіз. Туысқандық қарым-қатынасты әлсіретіп, ру тайпаға бөліп құмалақтай шашып жіберу қажет. Өз араларынан бөліну індеті басталса, басқа ұлтқа деген көзқарасы түбегейлі өзгеретіндігіне кәміл сенімдіміз. Ол үшін ұлттың тамырына у жіберіп, маңызды тарихи фактілердің көзін жойып, жаңадан тарих жазуымызға тура келіп тұр. Өз тамырына жетпеген бәйтеректің діңгегі босап, шашылып кетеді. Бірлік деген ұғымды қазақтың саналарынан өшіру империямыздың жеңіске жетуі.